Саламаттарма, құрметті курс қатысушылары, бүгін біз Каспий газет дүкеніне одобрение алған соң тіркелеміз. Каспий приложениесіне кіріп, кабинет продавца деп жазамыз. Кабинет продавцаны басқан соң бізге электронный почтамен пароль шығады. Өздеріңіз одобрение алуға көрсеткен почталарыңызға бір реттік пароль барады. SMS. Соны көшіріп алып, почтаға өз почталарыңызбен парольді копировать етіп, қойып войти басып кіреміз. Кірген соң сіздерде текущий пароль, новый пароль деген шығады. Оны мен сіздерге төменгі жаққа көрсетемін. Менде қазір автоматты түрде кабинет продавцаға кіріп тұр. Бұл жерде жоғары жағына 98 деп басталатын бұл сіздердің ID номерлеріңіз. Ол сіздерге керек болады. Помощь для продавца деп жоғары жағында сарымен белгіленіп тұр. Бұнда кіріп басып, қарап танысып шықсаңыздар болады. Келесі бізде төменгі жағында думалақ значок тұр. Ол дегеніміз кеңесшімен сөйлесуге болады, консультантпен. Келесі бізде бұл help merchant деп тұр. Бұл жерге сіздер өздеріңіздің қандай да бір сұрақтарыңызды поштасына жазып жіберсеңіздер болады. Бұл жерде сменить пароліңізді өзгерте аласыз. Войти деп шығып кете аласыз, және орыс тілі және ағылшын тілі болып екі тілге ауыстырылады. Товар, заказ деп барлығы шығып тұр. Саламаттарма, құрметті курс қатысушылары,